Сәлем достар, Бригзул YouTube арнасы маусым басталар алдында міне бейнероликті сіздерге ұсынамыз. Бейнероликке лайк басып арнаға тіркеліп өтіңіздер, және бүгінгі видеода біз жігіттер маусым басталмай тұра не болады Бексін? Не болады? Трансфер болады. Трансфер кезеңі. Трансфер кезеңінде біз осы трансферлерге болжам жасаймыз. Матчтар емес, қызық болайын деп тұр. Қатты кетіппіз ғой. Ерекше формат болайын деп тұр. Фабрициоға звондап дейсің ғой. Фабриционың күнде көретін ставкадан қайталаймыз. Жалпы мен Фабрицио емес, Фабриционы үйреткен Ди Марциоға звондадым ғой. Ди Марцио, Джанлукаға. Базар. Қазір біз видеомызды бастаймыз. Сіздердің ойларыңызша қай футболшы, қай команда ауысады? Осы алдағы айда қандай трансфер болады деп ойлайсыздар? Пікірде жаза өтіңіздер. Біз де сіздердің пікірлеріңізді оқып, бір ойланайық, оқиық. Сол, видеомызды бастаймыз. Қазір Дидар, Әлімжан, мен үшеуміз енді болайын деп жатқан трансферлерге болжам жасаймыз. Мысалы, қазір Әлімжан бірінші Менің бастасаң өзің? Бастайын ба? Менің жалпы трансферім Челсиға байланысты болып тұрған сияқты. Челсиға байланысты болып тұр. Конор Галлахерге қатысты. Жалпы енді көптеген қазір таңда. Жоқ, Әлеке, сен сразу интрига бұл жердің да, сен басында бізге қазір айтып берсе, Челсидің жағдайы қалай вообще? Ақшасы бар ма вообще? Челсидің жағдайы былай жаман емес, бірақ ақша бар, бірақ ақшаны бір ойыншыға 100 миллионнан құртқаннан гөрі, қазір Тодд Бойлі, Blue & Co көптеген жасөспірімдерді алып жатыр да, мысалы. Бала үйренеді екен ғой дейсің ғой. Иә, балалардың тасы бас тасқа тиіп әйтеуір бірдеңке үйренді. Генктен Куртуа сияқты Пендерс деген қақпашыны алып жатыр. 20 миллионға. Бразилиядан Эстебо Вильянды алды, болашақ Неймар болады дегенде. Сосын Аргентинадан сол қаптал қорғаушы Ангел Симама біреу дегенді алды, атын білмеймін шынымды айтсам. Сосын Калеб Уайли дегенде ақштықты алды. Дюсбери Холл. Дюсбери Холл енді ол өзін көрсеткен ойыншылар ғой енді ол. Ал енді негізгі құрамды айтатын болсақ, Дюсбери Холл, Марк Гью және Марк Гью енді ол жас пацан ғой енді. Жоқ, негіз қазір неде ойнап жүр? И Мареска. Біз жалпы қазір Спорт плюс Қазақстанда бүкіл жолдастық кездесулерді көрсетіп жүрміз ғой. Челсидің осы уақытқа шейін үш ойын ойнады, екеуін жүргіздім. Үшіншісін ертең Ситиге қарсы жүргізетін боламыз. Дидар екеуміз. Сол кезде жалпы Марк Гьюді кәдімгідей негізгі шабуылшы ретінде ол бірақ екінші шабуылшы ғой бәрібір де. Иә, Джексонмен екеуі таласады ғой. И Филип Йоргенсенді алды қақпашыны. Мен естуім бойынша, Ди Марциомен сөйлестім ғой, Челсимен не болады десем, тағы бірнеше варианттар бар шабуылды не істеуге деген. Біріншісі Виктор Осимхен, Лукакумен, екіншісі Иван Фергюсон Брайтоннан мүмкін соны не істеп алады деген. Сондай варианттар бар дейді. Так что мүмкін Гью да бірінші шабуылшы болып қалмайтын. Мүмкін көрейік бұл жерде. Исак та шықты ғой. Исак туралы айтылды. Исактан 100-110 миллион сұрады. Мүмкін оның қасында тағы Никлас Джексонды қосып береміз. Тағы бір жас ойыншыларды береміз дегендей ақпараттар жүрді. Одан қайта Осимхенді алған дұрыс деген. Осимхенді алған дұрыс себебі Лукакудан құтыласың. Осимхен енді бұрыннан бастап айтады, Челсиге бір бүйрегі өрт бұратын, жалпы Драгбаның ойынын көріп өскен жігіт екенін. Сонымен қоса Наполидан Контенің баптауына Лукаку сонда жүрген бастай болады ғой өрде. Таза Контенің ойыншысы ғой. Баласы. Контенің баласы. Ал енді, бұл енді болып қойған трансферлер. Болып қойған трансферлер. Енді болайын деп жатқан трансферлер. Болайын деп жатқан трансферлер енді сонша ойыншы ағаннан кейін, осы уақытқа шейін Энсоларды 120, Кайседон 100-ге ағаннан кейін жаңағы финанс fair play деген бар ғой. Яғни сенің құртқан ақшаңмен сатқан ақшаң тепе-теңдігі болу керек. Кім кетті ғой? Ян Матсон кетті 35 миллионға, сосын Трево Чалоба кетеді. Арманда Броя кетіп қалуы мүмкін деген сыбыстар бар. Кепари Сабалаган бір жаққа тығыз жіберсе, 5-10 миллионға. Тіпті жаңағы Лунин тап қалуы мүмкін. Луниннің үстіне ақша қосып берсе, Кепамен ақша қосып берсе, Челси алады дегенде болды. Бірақ Йоргенсен ағаннан кейін ол үш қақпашы ғой қазір Челсиде. Үш қақпашы онда Петрич кетеді. Кете ма? Соңғы анау бір мем көрдім, Челси соңғы 161 миллион. Сол тек қана қақпашыларға құртқан ғой, ойлайсың. Бірақ қақпашы деген позиция ең арзан құны бар. Ең арзан, бірақ соның өзінде бұлар 20 миллионға қақпашылар алады. Оның 80 миллионы кім ғой? Кепа ма? Кепа ғой. Бұл жерде енді сол ғой, Кепа ғана қымбат, басқа Санчестер 20 миллион сондай қалды. Петрич просто сондай бірнеше сондай 20 миллион қақпашылар алып отырды. Бірақ бұл жерде енді Тодд Бойлидің осы жазда, Қатарға барған ғой. Дохада сол жерде бизнес форумда
не берген кезде ол бизнесмен ретінде де өзін көрсетіп отыр да. Мысалы айтады, біз бір ойыншыларды аламыз дейді 20-30 миллионға ше. И қазіргі таңдағы нарықтағы бағасын қарасақ, олар 40 миллион, 50 миллион тұрады. Бізде пайда бар дейді да. Сол сияқты Петровичті алып келді мысалға Америкадан, ешкім білмейтін қақпашы ше. Санчес травмаған кезде АПЛ-да жақсақ тұрып берді. Мысалы оны 15 миллионға малды, енді оны жоқ дегенде 30 миллионға сатып алады. Яғни бірге бір пайда бұл жерде. Бір маусым ойнап. Сөйтіп вақыт алды десей. Сөйтіп вақыт алды, иә. Енді айта берейін бе енді? Айта беріңіз. Менің бүгінгі ставкам жалпы өткен маусымның соңынан бастап, енді Челсидің жанкүйерлері көп біледі. Команданың академиясының түлегі Конор Галлахер келісім шартын созбай жатыр екен, Челси келісім шарты оған бермей жатыр екен деген ақпараттар. Жаттығуларды бөлек істеп жүр дегенде. Жоқ, ол қазір ол, иә. Маусым соңында сондай ақпараттар болды. Сосын ол Европа чемпионатына кетті. Европадан келгеннен кейін сөйлеседі екен деген ақпарат шықты. Сонымен бүгін Копхэмге келіпті. Сол жерде клуб басшылықтары оған мынандай не қойыпты? Шарт қойған. Оған дейін Атлетико Мадридпен келісіліп қойған 40 миллион евро. Мынандай шарт қойылған. Біз саған 2 жылдық контракт ұсынамыз. Тағы да 1 жылға созу мүмкіндігі бар. Айлығың қазіргі айлықтан сәл өседі. Бірақ сен біздің құрамда Энцо Фернандес, Мойзес Кайседо сияқты қымбат ойыншылар болғаннан кейін жалақысы көп, және де Маресканың стиліне, ойын стиліне көп келетін болғаннан кейін, сен егер де өзіңде көрсетіп жатсаң, сол құрамнан орын ала жатсаң, сол кезде біз саған тағы да мықтырақ келісім шарт беріп, кәдімгідей жалақыңды көтереміз депті. Бұл жерде басшылықтың бір дұрыс емес жағы, сен клубтың воспитанниктерімен, түлектерімен бұлай жасауға болмайды. Яғни Конор Галлахер деген ол Челсидің қазіргі таңдағы кез келген ойыншыларынан бұрын Челси дегеннің не екенін білетін ойыншы. Себебі сол бала кезінен 5-6 жасынан тіпті Драгбалардың ойынын көріп өскен балада ол ше. Нағыз жаңа қанында көк тамырында көк қан жүріп жатқанша сөйтіп айтады ғой да. Нағыз синий деп айтады ғой, настоящий. Нағыз аристократ. Нағыз аристократ, иә. Сол жағынан дұрыс емес. Сол жағынан дұрыс емес. Бірақ енді футбол бұл бизнес қой қазір. Жаңағы трансферлер фейрплейде бар 40 миллион деген жаман емес. Бірақ бұл сәтте де Атлетико айтыпты. Жексенбіге шейін бізге жауап беру керексің. Иә, жоқ. Егер де иә болса, болды, арғай жұмыс жасаймыз. Жоқ болып, немесе мен тағы бір 2-3 күн керек бірдеңке десең, онда біз ары қарай басқа нұсқаларды қараймыз. Дедлайн. Енді бұл жерде менің мынандай ой болып тұр. Сенің болжамың? Жоқ, болжамға дейін бұрын менде мынандай ой болып тұр. Конор Галлахер, жаңа айттым, тіпті тамырында көк қан ағып жүрген жігіт. Челсидің воспитанниктері ешқашан Джон Терриден басқасы оңай негізгі құрамға ілікпеген. Мысалы Мейсон Маунтта қиналып келді, Рис Джеймсті мысалға қанша жалға барып арендада ойнап келді. Галлахер де солай мысалға ше Кристал Пэласта қалай ойнады, содан кейін барып мүмкіндік берілді. Менің ойымша Галлахер күреседі Челсидағы орын үшін. Күреседі. Саульмен күресе ма деп жүрсем. Күреседі. Сөйтеді дағыны өзініңкін дәлел дейді. Себебі мен Галлахерді негізінде білмеймін, неге мынау Маресканың стиліне келмейді деген ойшы деп. Себебі Марескаңды өзі айтты, былтыр Челсидің ойынын қарасаңыздар, ешқандай жоғарғы прессинг, яғни жоғары қысым жоқ, әшейін тұрады, күтіп, содан кейін мынау поляның ортасына келген кезде алаңның қысым көрсетіп бастайды деген ше. Біз олай ойнамаймыз, біз бірден күтіп аламыз деп. Конор Галлахер былтырғы маусымдағы Челсидағы прессинг бойынша пайызы ең көп ойыншы, және оның жеңісті прессингтері де көп. Сол үшін де Галлахермен жұмыс жасап көргеннен кейін Мареска ойбай қой мынағар жігіт маған керек деп жұмыс істейтін біреу керек дейсің ғой. Иә, алып қалатын сияқты. Сол үшін де менің ойым Галлахер ешқайда кетпейді, Челсиде қалады, оған 3 деген коэффициент ұсыну керек. Жалпы Конор Галлахер Атлетико Мадридке кетеді дегенге бірде 36 коэффициент беріп берген. Ал Челсиде қалады дегенге 3 коэффициент бар. Жоқ, Алекен күшті андай аргументтер айтты да, ол қалады, анау патриотизм сияқты. Не үшін бірақ мен ойлаймын, қазір Атлетико Мадридтің бірнеше ойыншылары кетті. Байқұс анау Диего Симеоне орталықтағы натуре Саульға бір конкурент те жоқ та ана жерде. Сол үшін Галлахер как будто бір идеальный вариант. Ол да өзі түсініп отыр да, мен Атлетико Мадридке өтсем, міндетті түрде, по крайней мере, маусым басталғанда негізгі құрамда болам. Ол жерде кәдімгідей маған бір рөл береді, анау деп. Сондықтан солай бәрі сеніп отыр ғой Атлетикоға өтетін. Бірақ жаңағы
кімнің Әлекенің айтқаны дұрыс та, Атлетико өзде условия қойып жатыр, мынандайға дейін, мына уақытқа дейін жауап бермесеңдер, онда біз басқа варианттар қарастырамыз деген. Уақыт өтіп жатыр. Иә, уақыт өтіп жатыр. Сондықтан ол да болмай қалуы мүмкін негізі. Уақыт өткен сайын мынау коэффициент азайып жатыр негізі. Иә. Жаңа Әлімжан Мен жалпы үйге келе жатқан, үйден осы жаққа келе жатқан кезде 4 беріп береді. Мен бұл 4 деп айтамын дегенім, осы түсірілім басталған кезде 3 болып кетті. Иә. Видео шыққанда 2 болды. 2 болып вообще 0 болып қалатын сияқты, Галахер қалам деп жерсе мысалға видео шыққан кезде. Сонымен осы ағылшындық қой бұл. Иә. Ағылшындық Испанияға, Атлетико Мадридқа қай ата-бабасы ойнаған, қай ағылшын ойнаған негізі. Жалпы ағылшындар Англиядан кеткісі келмейді ғой. Иә, Лондонда, Челсиде жанкүйерлер жақсы көреді. Одан қасандайда Галахерді мысалға енді Симеонның стиліне келетін болсақ, жоғары қысым деген жоқ қой, ол ортадан күтіп алу, жаңағыдай стандарт, қарымта шабуылдар арқылы ойын жалпы құрайды ғой. 90 минут бойы шабуылдайтын емес қой. Ал сол Кристал Пэласта жүрген кезде Патрик Вейраның құрамындағы Конор Галахер туралы айтатын болсақ, ең қазіргі таңдағы үлкен футболдағы ең нәтижелі маусымы, қателеспесем, 7 ма 8 ма гол соқты сол кезде. Мен сол маусым жүргізген Иә, Кристал Пэласта кәдімгідей открытие сезона болып, Вейра ойбай керемет деп, сол жерде қарасаң, ол білмеймін, менің ойым сол кездегі Галахер Лэмпардты елестететін еді да. Төменнен көтеріледі, ол штрафной допты күтіп алады, соққы береді, сондай да мысалға ол атакующая восьмерка. Иә, төменнен көтеріліп отырады. Тағыз Фрэнк Лэмпардтың несі альтернативасы болып көрінген маған. Бірақ енді одан кейінгі бапкерлер Челсида басқаша қолданды ғой. Жаңағы ит дейді ғой футболда. Ит деген термин бар ғой. Енді қатты естіде, жүгіріп жүретін ше. Бокс-то-бокс қылып тастады. Иә, жабысып, әркімнің арқасынан талап, үріп жүретін ит қылып қойды ғой. Осимхен туралы ойын қандай сен жалпы? Осимхен кесе зор болады. Челсиға мен ауысады деген ойың бар ма жалпы? Челсиға ауысады деген ой болды. Бұл жерде 1-4 беріп тұр екен. 1-4 беріп тұр, негізі келсе зор болады. Бір жағынан Лукакудан да құтыламыз, және де зарплатный ведомство дейді ғой енді. Кәдімгідей төмендеп қалады. Кәдімгідей Лукаку қателеспесем 350 ма сондай болады аптасына. Енді Осимхеннің өзіне де бір 250 беретін сияқты. Одан 100 хотя бы аптасына. Лукакудан аз болады, не болса да. Аз болады. И Осимхеннің жалпы мансабында қарап отырсақ, немен келе жатыр да, андай баспалдақпен ше. Лильден кейін Наполи, мысалы Франциядан шықты, өзін көрсетті. Италияға келді, көрсетті, чемпион болды. Енді оның патологы Испания немесе Англияға адам алға жасау керек қой. Иә, Испания немесе Англияға кету керек та. Жоқ, ПСЖ деген вариант бар ғой. ПСЖ деген вариант сол тұр. ПСЖ менің ойымша қайтадан артқа бір қадам артқа сияқты. Жоқ, олар қазір анау Мбаппеден құтылды. Баяғы Неймар, Месси дегендер жоқ. Қазір оларға бір нақты жұлдыз керек та шабуыл шебіне. Сондықтан неше түрлі слухтар жүр ғой. Нико Уильямс, жаңағы Маркус Решфорд, кейбіреулер Джейден Санчо дейді, Осимхен, Кварацхелия дейді. Солардың бәріне көз түсіріп, қазір ПСЖ-ға сондай бір топ жұлдыз керекті шабуыл шебіне, жаңағы Мбаппенің орнын, босаған орнын бір толықтай нестеп. Челсиға да керек болып тұр ғой. Челсиға да бірақ керек болып тұр, иә. Челси нақты бір чемпиондық команда болу үшін бір жақсы шабуыл шалу керек та. Энцо Мареска енді сондай жұлдыздармен жұмыс істеп көрмеген, білмеймін, бірақ енді чемпиондыққа амбициясы болса, сондай бір шабуылшы керек. Мен қазір Челсиның қазіргі құрамы, енді Дьюсбери Холлды чуть ли сол трансфер, определяющий трансфер қылып қойды да, қазір бәрі сол туралы жазып жатыр. Энцо Маресканың керемет ойыншысы болған, анау қазір Челсиға келіп сол проблемалардың бәрін шешеді, бірақ проблеманы шешетін қорғаныстағы футболшылар емес қой негізі. Енді қапталда ойнайтын қорғаныстағы футболшылар емес. Енді бәрі бір қалай дегенде сол үшін шабуылшы керек. Челсиде қазір жаңа сен Гиуді мақтап отырсың, кімді Джексонды мақтап отырсың, бірақ бәрібір олар енді екінші Джексон болмайды. Топ емес жалпы. Гиу алдағы уақытта болуы мүмкін. Чемпион болатын ойыншылар емес десейші. Қазір мен Челсидің жанкүйері ретінде биыл Челси чемпиондыққа таласады деп айта алмаймын. 4-ке таласа, чемпиондар лигасына кірсе, керемет. Мысалға былтыр маусым соңында конференция лигасына іліккенде қуандық қой кәдімгідей, ойбай, Почетино ойынды жасады деп ше кәдімгі. Бастады енді. Осимхеннің мәселесін аяқтайық енді. Челсиға 1-4, ПСЖ-ға 4 коэффициент беріп тұр екен. Бірақ Викторға ешкім бәс тіккен жоқ, бұл жерде 1-4 коэффициент ешкім менсінбей тұр біріншіден. Екіншіден түсініксіз болып тұр. Соны мен алайын онда деші. Жоқ, мен оны алған жоқпын. Негізі мен жоғары коэффициент алғым келіп тұр. Бірақ оған дейін
менің болжамымды естіместен бұрын Дидар. Енді Алекең Челси туралы зерттеп келді, енді өзінің жанкер болған командасы, сосын менен бәрі күтетін шығар Манчестер Юнайтед туралы кішкене айтып береді деп. Манчестер, бірақ әлі жетеміз. Манчестер Юнайтед осы маусымда керемет 2 трансфер жасап үлгерді. Зор трансферлер ғой. Лени Йороны на будущее сатып алды, ол уже шайға сынып кетті. На будущее кетті. На будущее кетті. Будущем қолданады. Ол бізде анау боевой крещение дейді, сондайды өтті ол. Маңдай қарап. Сөйтіп Лени Йоро кетті. Енді Лени Йородан басқа тағы бір трансфер болды. Еске түсіріп жерсендерге. Сонымен түспей тұрсың. Қазір ғана тілінің ұшында тұрған еді. Кім ғой? Керемет трансфер болды ғой. Өте керемет трансфер. Иә. Зиркзе. Джошуа Зиркзе. Сендерде Челсиде бірде-бір ойыншы жоқ Зиркзе сияқты. Джошуа алдағы маусымда Болонияны чемпиондар лигасына алып келген. Ол не, Баварияның тілегі. Өте универсалды футболшы. Ол негізі вингердің рөлінде атқарады, орталық шабуылшының рөлінде атқарады. Өте пластичный, кейбіреулер оны Златанмен салыстырады, кейбіреулер даже оны Роналдиньо деп айтады. Мысалы, Тиаго Мотта ненің бас бапкері, Болонияның бас бапкері болған кезде, қазіргі Ювентус бас бапкері Джошуа Зиркзені Роналдиньомен теңеген ғой, өйткені пластичность. Мотта Роналдиньомен Барселонада бірге ойнаған ғой. Сол үшін білгенін айтып отыр да. Сондықтан Манчестер Юнайтедтің керемет трансферлері болды. Алда не болады? Мен мына жерде іздедім. Деликт, жаңағы Мазрауи дегендердің нелері жоқ екен, енді ол берілмепті. Сөйтіп, не істеймін, бері не істеймін, ойландым. Менің екінші жақсы көретін клубым бар ғой. Охо. Лейпциг деген Барселона деген клубым бар. Сүйікті клубым. Сөйтіп, Барселонаның сүйікті клубым, я кавычках. Бәрі мені Барса хейтер дейді, бірақ олай емес. Жоқ, сен хейтер емессің. Мен қатты уважать ететін клуб негізі. Сондықтан просто Манчестер Юнайтедтің жанкерлеріне Барселонаға ерекше отношение. Қатты уважать ететін клуб негізі. Жоқ қойса. Барселонада бәріміз білеміз, қазір ақша жоқ. Тиктоктан ақша жинап жатыр. Тиктоктан ақша жинап жатыр. Бірақ амбициялары бар. Керемет осы Евро додасында өзінің көрсеткен футболшыларға көз салды қазір. Екі испаниялыққа. Екі испаниялық, біріншісі Нико Уильямс, екіншісі Дани Ольмо. Дани Ольмо болса өзінің воспитаннигі кәдімгідей кезінде Динамо Загреб арқылы Лейпцигке 29 миллион ба, 30 миллион евроға пример шамасы сондай бағаға келген. Сөйтіп ақшасы жоқтар не істейді? Қарызға іздейді. Барселона қарызға қазір ақша іздеп жүр. Кредит, анау мынау. Бірақ соның өзінде Каспийде рассрочка жоқ қазір ол жақтар. Медузаға сатып жатыр. Лимит бітті. Лимит бітті. Каспийде, Фриден бәрін алып тастады уже. Алып тастады уже, микрокредиттерге кетіп жатыр да бұл жерде уже. Үйдегісін шығарып сатып жатыр ғой, чөбіне дейін. Тиктоктан елге жалынып. Сосын мен ойладым, енді бұл екі трансферден максимум біреуін ғана алады. Менің ойымша, енді Нико Уильямс қанша дегенмен анау барам, бармайым, көрем, пауза алам, мүмкін келесі жыл келем дегеннің өзінде Барселонаға приоритет Нико болып тұр. Дани Ольмомен жалпы сыбыс сондай ойлар. Бұл Атлетикоға да кішкене бір давление жасау деп ойлаймын. Сосын Лейпциг, Барселона сияқты ақшаға қатты қиналып жүрген команда емес. Олардың қазір басты жұлдызы Ольмо. Оларда осы маусымда Хави Симонс кетіп қалуы мүмкін. Ол уже кетті, ол қайтып келе ма, келмей ма, әлі не вариантта. Сондықтан Дани Ольмо қазір Лейпцигтің басты жұлдызы. Олар чемпиондар лигасында болады, олар Бундеслигада таласу керек. Бірнеше жаңағындай кәдімгідей нелер күтіп тұр. Сондықтан оларға Дани Ольмоны сатса бір кереметтей ақшаға сату керек та. Құрдан құры бере салмайды. Сосын мен ойлаймын, ол Бундеслигада қалады, осы маусымда Лейпцигте қалады. Өйткені контракты 2027 жылға дейін. Оларды оны сату міндетті емес. Асық жоқ. Барселонаның ақшасы да тіпті жетпейді. Барселонаға сол ақшаға Нико Уильямстың просто отступнойын төлеп алдырса болады. Нико Уильямс немесе бір опорник қой. Сол бәрі айтып жатыр да, мына жерде Дани Ольмоға неге тағы мен келіспеймін, өйткені Барсада сол позицияларды жабуға бірнеше футболисттар бар. Оның ішінде Илкай Гюндаган бар, Ламин Ямал, Фермин Лопес ойнап береді, мысалы Педри бар, сонда Гави қазір жарақаттан
қылып келеді. Бірнеше ойыншылар бар да. Сондықтан мен ойлаймын, бұл өте андай опрометчивый трансфер. Оның Барсаның фанаттарының өзі кішкене наразылық білдіріп отыр. Бізге қазір сол қапталға керемет Нико Уильямс керек. Не қыласыңдар, ол жерде бір затычка Дани Ольмо алып деген сияқты. Сол қанатта бізде таза вингер жоқ қой. Иә. Өткен маусымда Феликс келді. Ол енді ауылына қайтайын деп жатыр. Иә. Сол Дани Ольмо сол қанатты да жауап береді негізінде. Бірақ өте сирек ойнайды. Бірақ бірінші позициясы әрине оң қанатпен цап, оң қанат цап. Иә, оң қанат цап. Ал оң қанатта Ламин Ямал ойнайды. Сонымен қоса Рафиня негізі оң қапталдың вингері. Просто ол амалсыздан сол қапталдағы инсайдта ойнап жүрді. Амалсыздан. Иә. Сондықтан мен ойлаймын, Дани Ольмоның трансфер жалпы нелогичный, бұл бір агенттердің ойыны деп отырмын. Сосын Барселона 2 ұсыныс жасады, ол 2 ұсынысты Лейпциг қабылдамай қойды. Лейпцигте Дани Ольмо осы маусым қалады деп ойлаймын, соған бәстік 6 деф қой деймін. Ё-майо. Қалай екен сендерге? Жақсы. Бүгін бай кетемін мен. Бірақ бүгін емес, 1 сентябрь трансфер кезеңде. 5000 теңгеден қойып жатырмыз айтпақшы. Соны да ескерте өтейік құрметті көрерменге. Және Дидеге 6 ай бітті. 30 мың. Қарапайым Дидар. Ой, бұл даже 2600 теңге тігесін деп тұр Максим. Неге? Сөйтіп жатыр Иә, ма? 6 коэффициент істешін көп. Енді Дидар 2600-дан 2 қоясыз. 2600-дан 2 қоя салайын ба? Иә, сөйте сол. Ставка не принята дейді. Неге? Продолжить. Все болды андай. Сен 5200 ғой дейді. шырысып қалған жоқсың ба бауырым деп сұрады да. Заботливый ғой. Ал бұл видеоның демеушісі Адингсбет. Бір эпизода промокодын теріп тіркелсеңіздер, төменде сілтеме тұрады. Сол сілтеме арқылы өтіп тіркелсеңіздер бонус береді. Бірақ міндетті түрде сілтеме арқылы өту керек. Міне. Тамаша 2600 теңгеден 5200 теңге. 5200 теңге кетті Дидеге. Бірақ логика жетеді негіз болғанша, шын мәнінде. Бірақ Дани Ольмо Барселонаға ауысады дегенге 1.12 коэффициент беріп тұр. Бұл жерде басты себебі Дани Ольмоның өзі Барселонамен келісімге келді. Ауыз жаласып қойды. Жалақымды көтермеймін деді. Ол қазіргі таңда Лейпцигте бір 8 миллион евро. Жоғындай жалақысы басындағы 2 жыл аздау алам, кейін көбірек алам деген ғой. Жоқ. Ойында төс Иә, Лейпцигтегі жалақысын Барселонаға келіп көтермеймін деді. Сол ақшаны төлей бересіңдер, ары қарай көреміз. Басындағы 1-2 жыл аздау жалақы болады, сосын көбейеді. Кезінде кімдер Левандовскиймен сөйтті. Левандовский, Де Йонгты сөйтіп бірінші маусымда азалтты. Сөйтіп қазірше 32 миллион. Жылына. Сол сұрақ түсінеміз, Барселона ол Мбаппе азалды. Топ клуб, легендарный аңыз клуб ше. Бірақ неге ойыншылар деймін да, сондайға келседі. Зарплата мысалға Маркос Алонсо болмағыр ақша ойнап беді. Ориол Рома өзін сатып алып келді. 800 мыңға мысалға. Абамейянг келді. Жоао Феликс келді. Жоао Кансело, оның бәрін қойшы оның. Жоао Кансело, Манчестер Сити. Ладно, Пеп ұрсып қалды. Барселонада сенде... Ол әлі де айтып жатыр ғой Кансело. Келем, тура сол Условияға келем. Әлеке, Барселонада болсаң, сенде трофейге шанс көбейеді. Өйткені сен АПЛ-дың небір командасына келсең, саған чемпиондық не гарантирован. Жоқ, Кансело Ситимен қатарынан алды, не істеді, бірақ Барселонаға келсең, сен чемпиондар лигасында ойнайсың, міндетті түрде, және де басқа да трофейлерге таласасың. Бірінші кезекте сол бала арманы, хайп, одан қаса не сияқты жаңағы, пиар жағынан да қатты өтіліп кетесің. Сен Челси, ойбай, лига конференция, сен, например, топсың, сен, например, Таспулатиниосың, например, и саған келеді, Челсиға келші, или Манчестер Сити саған айтады, бізге бетон кел, мынандай жалақы беремін. Бірақ сен өмір бақи Драгба деп жүрген адамсың да. Сосын ойлайсың, мейлі енді бір 20 миллион евроға аздау алатын шығармыз, зато өз жанкер болған командамда. Сонымен қоса Барселона қаласы да өз жалпы өмір сүруге жайлы. Зор қала. Сен бардың, Бардым. Жалпы өмір сүруге жайлы, андай пляж. Өмір бақи ыстық қой, рахат қой. Әлемнен келген туристер де жүреді, былай ішіндегі жаңағы атмосфер кәдімгі бір глобалды бір қала ғой, неше түрлі демалыс орындары деген сияқты. Бірақ бұл әңгіме Де Йонг өтпейді. Зарплатасын қанша түсірдісі? Жоқ, түсірмеймін. Жоқ, қысқартпаймын. Жанкер болып жүрген Манчестер Юнайтедке бармаймын. Жоқ, андай уступкаға бармаймын. Басқа жаққа кеттім мен, кетпеймін. Өйткені келісімшарт бар енді. Жоқ, контракт бар, болды ғой, ол жерде. Өйткені батыс Еуропада өте андай прагматичный адамдар тұрады ғой. Олар
делу как бы жазылып тұр ма? бизнес, Жазылып тұр ма? Болды ғой Болды деген деген сияқты. жоқ, ол коронавирус кезінде сәл азайтқан жоқ па еді айлады. жоқ Дейонг именно азайтқан Пикелер Мессилар кетті ғой, Пикелер. Пикеға әлі қарыз ғой Барселона. Жорди Альбаң тіпті тегін ойнаған жоқ па сол кездері мысалға да. Бәрі еще Месси қалсын деп еще өз қалтасынан скидывать етеміз деп жүрген адамдар Дейонг айтты, жоқ рахмет, Месси өз и так жағдайы жаман емес деді ғой. Мен сол жаман екен негізі ше, ақша санаған. Челси сияқты, Реал Мадрид сияқты уайымсыз кім мақұл кетті деген сияқты ма? Әйтпесе андай тиын санап, андай бухгалтер болып кеттім шынында керек ше. Так, мынау Гюб 7,5 миллионға кетті ма Челсиға, так 7,5 миллион бар, мына жақтан газонды саттық, 20 мың евро шықты деп ше. Сосын мен бір тағы себебі айтайын ба Дани Ольмо не үшін келмейді. Өйткені Барселонаның ойыншыларын ешкім сатып алмай жүр ғой қазір. Біреу кетеді деген даже сыбыс жоқ қой, енді былайша айтқанда анау Педро Барвалей дегені бар, қалай еді, сіз танитын шығарсың. Барвалей Перо деген үшін жастар толып жатыр ғой. Основаның ойыншылары сатылмайды дегендер тұрды, ал керек емес шлактың бәрі Ферран Торрестің өзін сатамай жүр да қазір. Рафиня, енді Ферран Торрес ешкім керек емес қой. Рафиня, Аруха дегендерге ценниктер қойып тастаған шынында керек. Өте қатты қымбат. Келеді да, одан қалса Испания футболын жалпандай ғой. Кез келген біреуді сатып алады. Бразилиядан біреу ше, Клаусура 1 миллиард десе алады ше. Ол кім, неге, неғып ондай ақша? Сол жігітте бар мысалы шабуылда жаңа Ольман позициясын ойнап. Виктор Роки не болып Виктор Роки, иә. Сауд Арабияға. Соны қортып соқтан ақша тауыпсын, Ольман аламыз деген еді. Ол да қызығып отыр ма? Кім сияқты? Дейонг сияқты кетпейін. Қазір арабтардың өзі ақша санап қойған. Жоқ, Роки орында болғанда мен де кетпейді деймін шынында керек. Барселона кеше келдің да, мысалы жасың 19-да. Көрсетіп үлгерген жоқсың. Иә, обидно ғой. Жоқ, оның талабы мынандай. Мен кетсем, конкретно кетем. Сатыңдар деп ше. Қанша береді, сонша кетіңдер. Ал жалға бармаймын ешқайқа дейді. Сосын қазір бапкер де ауысты ғой. Осы бапкерге көзіне түссе мүмкін ол да бастап құрамда ойыншысы болып қалар ма. Ханси Флик ондай футболшылармен жақсы жұмыс істей алады. Ал Бекс, сен не? Сен айтшы енді, қызық болып отыр. Интердің формасын құрдан құр киіп алдың ғой деймін. Дұрыс айтасың, құрдан құр киіп алдым. Бұл жерде жаңадан бері әңгімелеп жатқан футболшы, Барселонада ойнаған жігіт Жоао Феликс. Мәссаған. Жалпы ол который Жуан Фелиш па, сол ма? Секейра. Жуан Фелиш Секейра. Сол футболшыны таңдадым. Өйткені біріншіден коэффициенттер. Жалпы барлық ойыншылардың коэффициенттерін қарап шықтым. Либо 1-1, либо нереальный трансферлер да жақта ше. Сол үшін сен аға барады деп отырсың ба, баға барады деп отырсың ба? Мен аға барады деп отырмын. Аға барады. Жалға дегенде нұсқа бар менде. Скорее всего жалға шығар Астон Виллаға, өйткені Феликсті 2029 жылға дейін келісімшарт бар. Және Атлетико қойған ақшаны Астон Вилла қойып бере алмайды-ау деген сәл күдік бар. Одан қалса Астон Вилла биыл әжептәуір ақша қыртып қойды уже. Әжептәуір. Ең белсенді осы трансфер кезеңінде клуб бұл Астон Вилла ғой негізі. 150-160 қыртып қойды ғой. 170 бір өле құртты. Сондай ма? Сосын анау әлі кезге дейін біз усиляться етеміз, өйткені чемпиондар лигасы анау деп отыр ғой. Чемпиондар лигасына әбден дайындалып жатыр. Дюран сатып қалуы мүмкін ба? Амаду анана келді. Жоқ, оларда Мохамед Сисако бар еді ғой. О, Сисако деп, Диаби. Кетіп қалды ғой. Мұса Диаби кәдімгідей сатты, иә. 60 миллионға. 60-ға кетті ма не? 60 миллион евроға кетті. Сонымен қоса, енді бұл осы маусым айында болған Дуглас Луис 50 миллион кетті, оның орнына әйелімен бірге. Леманмен кетті, қызымен. Оның орнына номері қандай деп. Соң көрген мен де. Көрдім, мен бір қызым жібереді маған видеосын секіріп жатқан ше. Астына жазып жіберіпті. Осы қыздың арқасында номері қандай деп ше. Ешкім қарамайды ғой номеріне. Оның орнына Амаду анана келді. Жалпы енді 50-ге сатты, 59-ға анау Эвертон ананан өте мықты футбол үшін. Бұл не пропадет. Ona Эмери апдейт жасап отыр ғой. Мангин екеуі жиын деп тұр ғой. Сонымен қоса андай қосалқы құрамда отырып беретін футболшылар бар. Анау Илинг Джуниор деген, бар Чея. Кім Илинг Джуниор не ма? Дортмунд ба? Дортмундтағы ма? Жоқ. Байнау Гиттенсті алды емес пе? Ювентусты ойнаған. Жас бала. Байнау Гиттенсті алды емес пе одан қалса? Байнау Гиттенсті алды емес пе? Алды. Иә. Ол, Дортмундтағы.
сөйтіп Фелишті Астон Вилла сатып алады деп отырсың ба? Иә, сатып алады немесе аренда, иә? өйткені енді себептерін айтып берейін. Айтып бер. Ол Атлетико Мадридте жаба қалмайды. Иә. Өліп кетсем де өліп кетейін. Қалмайды. Қасам ойнамаймын деген сияқты. Жаттығуға бармай қоям. В общем, білгенім Челсиға да келіп кетті ғой сөйтіп. Иә, сөйтіп Челсиде ойнап кетті ғой. Барсаға дейін. амал жоқ ойнап кетті. Кейін Барселона деген нұсқа бар, ол мүлде болмайды. Жалпы ақша, біріншіден ақша жоқ, оның айлығын төлейтін. Екіншіден Барселонаға бесплатно ойнап беремін деп жүрген жоқ па? бесплатно болса негізі ойнап көруге болады. Бірақ иә, өткен маусымда бірінші, екінші ойындарында сәтті ойнады, Бетиске қарсы гол соғып, жақсы бастап келді, сәл мәселелер пайда болды, бірден сынды. Мен Жоау Фелишті осы Евродағы тепкен пенальтисінен кейін бар ғой, МЛС-қа жіберетін Миранчуктың артынан. Жақсы қойынды ол. Бірақ Атлетико Мадридке чемпион қылып представить етті олар. Атлетико Мадридке 126 миллион евро деген футболшы. Бірақ 126 миллион. Екінші Роналду еді ғой. Хит еді ғой. Бенфикада ойнады. Бірақ маусым хит болды ғой негізі. Бенфикадан келді ғой. Бұл жерде енді екі ақ нұсқа бар. Астон Вилла және Бенфика деген. Конкретный, да? Екеуін біреу болады ау деген. Мен Астон Вилла деген таңдадым. Бұған 2-6 коэффициент ұсынып тұрген және мен оған міне 5000 теңгемді өзімнің тіктім. Қойдың. Бұл жерде енді біздің басты мақсат ақша ұтып алу емес қой, жай емес. Жалпы осыны бір болжам жасап, осыны әңгімелеу, превью. Тағы бір қайталасақ. Галакер қалады, Фелиш Астон Вилла, Ольмо қалады. Бәрекелді. Сонымен құрметті көрермен, біздің осы алдағы трансфер кезеңіндегі болжамдарымыз осындай. Бұған жауапты қыркүйек айында білеміз ғой. Қыркүйек айда, иә, бір ақ ай ғой негізі. Болды, иә, бірінші қыркүйек анығына жетеміз. Біздің болжамдар осындай, жалпы әңгімеледік. Жалпы трансфер ұнап жатыр ма осы жазғы сіздерге? Маған өзіме ұнап жатыр енді. Анау сынып қалғаны болмаса, негізі нормальный, иә. Еуроны сынып қалғаны. Манчестер Юнайтедтен кейін андай. Манчестер Юнайтед таң қалмайсың ше? Бір-екі футболшысын сатып, тағы бір-екі бір қорғаушыны міндетті түрде алу керек, және орталыққа біреуді іздеп жатыр да, Амрабатты қайттан подписывать етеміз, анау мынау дейді. Көреміз енді, сондай әңгімелер болып жатыр. Сонымен Барселона мысалы бір опорник командасына, мысалы Анана ше, Астон Виллаға ауысты деген кезде, әр опорник ауысқан сайын Барселона. Барселонаға негізі Дуглас Луисті сатып алу керек еді ғой. Сол жіберіп қойды. Стилімен зор келеді ғой. Енді Де Йонг ойнайтын сияқты амалсыздан ше. Амалсыздан Де Йонг қасында күндаған парада. Де Йонг жақсы травмалар емес. Ол біз Матеуш Уривені аламыз деп жүрік, енді бірақ ПСЖ 60 миллион как положено қоя салды. Жуау Невешке де бере салды 60 миллион. Жалпы трансфер айтып отыр ғой. Мен үшін мысалы Аякстың школасы дейміз, аны там Цервена звезда деп айтамыз. Бірақ Бенфика сияқты осындай менеджмент те демек қояқшы. Академия дейші. Академияда емес. Бизнес жасайтын ешкім жоқ қой. Жоқ, осы соңғы маусымдарда Лиль қосылды, осы топ командаларға. Бенфика, Спортинг, Аякс дегендер Лильде мықты сатып. Бенфика деген, білмеймін, Челсидің өзі клиенттері ғой, Давид Луиз, Рамирес мысалы. Ол жердің басты себебі, мен ойлаймын, агенттіктерге байланысты, жаңағы Португалияда жұмыс істейтін Джорджо Мендештің агентствосы бар да, олар керемет сатады, керемет сатып алады. Солардың да кәдімгі. Және жалпы қазір Португалияда Еврода құрамына қарасаң топ ойыншылар ғой, мықты футболшылар. Олар топ болғанмен тағы үстіне еще раскрутка жасап жібереді. Португалияның лигасында мысалы Бенфика 95 гол соққан деп. Мысалы Виктор Джокериш деген бар. Арсеналға ауысады дегенге 3 коэффициент беріп тұрған. Мысалы ол да ауысуы мүмкін, бірақ ол андай классический нападающий. Не ғой, классикалық баяғы таран ғой, бұл Сончиде ойнады емес пе, қателеспесем? Англияда Ипсвичте ойнады, по-моему. Бірнеше клубтарда болды. Чемпионшипте ойнаған, бұл Англияны жақсы біледі. Олар бұлай істейді да, Португалияның лигасын алып келеді. Сосын олар Шавиш, Форенсе деген командаларға қарсы шығады. Әр ойында хэт-трик. Өзіміз жүргіздік білеміз Португалияның чемпионатын. Сөйтіп алады да 30 гол бір маусымда, жаңағы Гонсало Рамош секілді мысалы ПСЖ-да қазір жүр. Сончиде Ковентрида и Брайтонның U23-інде ойнаған екен. Ковентри мен Ипсвич шатастырады ма? Эмблемаларға ұқсайды негізі. 33 ойында 29 гол соғқан екен. Сонымен солай бекіс. Сонымен солай жігіттер. Бітірейік. Енді осы видеомызды аяқтайық. Лайк басып арнаға тіркеліңдер. Және комментарийде сендер қай ойыншы қай клубқа ауысады, өз болжамдарыңызды жаза беріңіздер.